Саламатсыздар ма? Шымкент қаласы нөмірі 103-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 9Б сынып оқушысы Темірбекұлы Нетулла. Жоба жетекші Айтбаева Мадина. Бүгінгі жобамның тақырыбы ай жердің серпі. Ай жердің табиғи серпі, сонымен қатар бізге жақын аспан денесі. Біздің жер серпіміз диаметрі 3476 километр. Жердің төрттен біріне тең тасты объект және бізге жақын болғаны соншалық, оның ерекшеліктерін кішкене панорамалық бинокльмен байқауға болады. Айдың сыртқы түрінің тұрақты өзгеруі ең танымал және жай байқалатын астрономиялық құбылысты білдіреді. Ежелгі уақытта айды зерттеу. Ай ежелгі заманнан бері адамдардың назарын аударып келеді. Орта ғасырдағы айды зерттеу. Бұрын ай айналасындағы жерге ең жақын дене болып саналады. Кейінірек Коперник жерді тұғырдап түсіріп айдың жерді айналып жүргенін, бірақ жердің өзі күнді айналып жүргенін түсінді. Айдың қозғалысы. Айдың нақты қозғалысы өте қиын. Оны есептеу кезінде көптеген факторларды ескеру қажет. Айдың жерді дәлірек қозғалысын бірнеше қозғалыстардың тіркесімі ретінде елестетуге болады. Жердің айналасында эллиптикалық орбитада айналу. Ай орбитасының прецессиясы жазықтықтың айналуы. Ай орбитасының үлкен осін бұру, оксис сызықтары. Айдың шығу тегі. Ғалымдар ай топырағының үлгілерін алғанға дейін олар айдың қашан және қалай пайда болғаны туралы түрлі теория болды. Ай мен жер бір уақытта газды шаңды бұлттан пайда болады. Ай жердің басқа затпен соқтығысуы нәтижесінде пайда болды. Ай басқа жерде пайда болды. Содан кейін оны жер басып алды. Алайда айдан алынған үлгілері егжей-тегжейлі зерттеу арқылы алынған жаңа ақпарат алып соқтығысу теориясын тудырды. 3,157 миллиард жыл бұрын жер планетасы Тия планетасымен соқтығысқан. Ай бетіндегі жағдайлар. Айда іс жүзінде атмосфера жоқ. Түнде жер бетіндегі газдардың мөлшері 200 бөлшектен сантиметр куб аспай. Айдағы магнит өрісі. Айдың магнит өрісі жоқ. Дегенмен оның бетіндегі кейбір тау жыныстары қалдық магнетизмді көрсетеді. Бұл дамудың алғашқы кезеңдерінде айдың магнит өрісінің болу мүмкіндігін көрсетеді. Атмосферасы да магнит өрісі де жоқ. Айдың беті күн желінің тікелей әсеріне ұшырайды. Айдың колонизациясы. Ай ең жақын және ең жақсы зерттелінген аспан денесі және адам колониясының құруға үміткер ретінде қарастырылады. Қазіргі уақытта НАСА жоқ жұлдыз ғарыштың бағдарламасын әзірлеуде, ол жаңа ғарыштық техниканы әзірлейді және 10 ғасырға жаңа ғарыш кемесінің ашуын, сондай-ақ айға ұшуды, айда тұрақты базаны құруды қамтамасыз ету үшін қажетті инфрақұрылымды жасайды. Ай жердің серігі. Ай туралы сіз білмеген қызықты деректер. Ай жердің серігі. Ай бұл ақшыл, сары түсті шар. Ал кейде көк аспанда бұлтсыз күнде тамашалауға болатын жарты ай. Бұл сондай-ақ біздің ғаламшарымыздың айналасында тынымсыз орасын жылдамдықпен айналатын үлкен тас шар. Алайда көпшілігі айды жерді айналатын серік ретінде ғана білгенімен ол туралы көп деректерді біле бермейді. Ай туралы 28 қызықты деректер бар. Айдың туу-бату уақыттарын, оның фазаларының қай күндерге сәйкес келетінін білгіңіз келсе, онда күнделікті тұрмыста қолданылып
жүрген күнтізбе бетіне қараңыз. Онда айдың қай шірегі қай күндерге сәйкес келетіні және айдың туу, бату уақыттары көрсетіледі. Ай құпиясы. Табиғаттың әлі сыры ашылмаған ғажайып құбылыстары аз емес. Адамзат баласында ерте заманның өзінде ақ дүниенің жаралуы. Табиғаттың түрлі құбылыстары туралы өзіндік көзқарасы түсінігі болады. Өйткені адам табиғаттың бір бөлшегі. Ол өзінің қоршаған әлем заңдылықтарын байқап, бағдарлап, табиғаттағы ғажайып құбылыстардың сырын білуге ұдайы ұмтылып отырған. Табиғат құбылысының терең тылсымына үңілуде. Адамзат баласы талай жолдармен өтті. Мол тәжірибе жинақталды. Қорытынды. Ай жердің табиғи серігі, сонымен қатар бізге ең жақын аспан денесі. Адамзат тарихында айға әрқашан культтік және символдық мағына берілді. Сондықтан бұл аспан денесі астрономиялық зерттеуге үлкен қызығушылық тудырды. Назарларыңызға рахмет.